Бар екен, жоқ екен. Ерте заманда Алдар Көсе деген өте қу адам болыпты. Оның кәсібі елді алдау екен. Ей, ата, мен алдасам, жын шайтанды арбасам да, алдауды кәсіп қылсам деп, атасынан бата алыпты. Күндердің бір күнінде Алдар Көсе шайтанмен ұзақ сапарға шығады. Ай жүреді, жыл жүреді. Ақыры екеуі де қатты шаршайды. Сонда Алдар Көсе айтады: екеуміз кезектесіп мініп жүрейік. Шайтан келседі, ал Алдар жас сұрауды ұсынады. Шайтан көне заманын мақтанышпен айта бастағанда, Алдар кенеттен өкіріп жылап қоя береді. Жалыныштанған шайтан оны жұбатып, алғашқы кезекті Алдарға береді. Алдар Көсе шайтанның мойнына мініп алып, өлең айта бастайды. Әләуләйләй, әләуләйләй, уақыт өтеді. Әләуләйләй таусылар емес. Шайтан әбден титықтап, өлер халге жетеді. Қу Алдар тағы бір айла жасап, қазы, қарта мен қымыздан қорқамын деп алдайды. Бірақ таңертең Алдар тамақты тойып жеп алып, тағы да шайтанның мойнына мініп алады. Осылайша Алдар Көсе шайтанды бір жыл бойы мініп жүрген екен. Ақыл күштен үстем. Ертегі осылай аяқталады.